Алғашқы қазақ химик, ірі ғалым, органикалық емес химия саласында белгілі ғылыми мектепті құрушы Әбікен Бектұров. Өткен ғасырдың құрдасы Әбікен Бектұров төңкеріс пен азаматтық соғыстың, аштық пен екі бірдей дүниежүзілік соғыстың тың игеру сияқты бір ғасыр бойы қазақ халқының басынан өткен тарихи оқиғалардың куәгері. Әйгілі академик 1901 жылы желтоқсан айының 25-інде Павлодар облысының Баянауыл ауданының 8-ші ауылында дүниеге келген. Әбікен Бектұровтың алғашқы қызметі 16 жасында жер өлшеуші ретінде басталған еді. Аз уақыттан соң Қызылжар уездік төңкеріс комитетінің жер бөлімінің басшысы болады. 1923 жылы Омбы қаласындағы жұмысшы факультетіне оқуға түседі. Оны бітіргеннен кейін Семей губерниялық жер басқармасында қоныстандыру мекемесінің жетекшісі болып қызмет етті. Ал 1928 жылы Омбы ауыл шаруашылығы институтына оқуға түсіп, оны 1931 жылы агрохимиялық мамандығы бойынша ойдағыдай тамамдап шығады. Білім жетілдіру жолындағы ізденісі мұнымен тоқтап қалған жоқ. Сол жылы Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетінің аспирантурасына түседі. Ол оқу ордасында жүріп, химия саласындағы алғашқы ғылыми ізденістерін бастап кеткен еді. 1986 жылдан бастап дәстүрлі Бектұров оқулары өтіп тұрады. 2001 жылы ұлы ғалымның туғанына 100 жыл толуына орай Әбікен Бектұров аса көрнекті ғалым, Қазақстанда химия ғылымының және білімінің негізін қалаушы атты халықаралық ғылыми симпозиум өтті. 1991 жылы Химия ғылымдары институтына Павлодар қаласының орталық көшелерінің біріне ғалымның есімі берілді. 2008 жылы Павлодар облысының Баянауыл ауылында ескерткіші ашылды. Ленин, Қазан төңкерісі, құрмет белгісі ордендермен, медальдармен, құрмет грамоталарымен марапатталған. Бүгінде Қазақстан ғылымы Әбікен Бектұров есімін құрмет тұтады. Павлодар және Алматы қалаларында академик есіміне бір көше беріліп, меценат Ғаббас Бектұровтың демеушілігімен салынған Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Тұлғалар аллеясында және Баянауыл орталығында ескерткіш бюсті менмұндап тұр.